келе жатсың ба, жолығамыз ба бүгін деген сияқты. Сол кезде мен бұл кісіге айттым, сәл күте тұрсаңыз бір 50 минуттай ма, мен қазір сол уақытта босайын деп тұрмын. Күнде ертең болып кетті ғой, бүгін күте тұрсаңыз жақсы болатын еді. Ертең күні эфирге шыққан кезде де бір-біріміз туралы біліп тұрсақ жақсы ғой деген сияқты, танып білдік деген сияқты деп едім. Сөйтіп телефонды қойдым да, болғаннан кейін бұл кісінің сообщениясын ашып қарасам әлеуметтік желіден, мен ерігіп жүрген адам емеспін, мен қазір үйге қайтып бара жатырмын, то есть үйдемін, демалайын, ертең кездесейік деген сияқты болды. Менің бір ойым, енді бұл жердегі редакторлар бізді алдын ала шақырады ғой, ертең күні эфирге шығатын болсақ алдын ала, ертең ортада сіздер дайындалыңыз деген сияқты. Сонымен бізге жазбады, содан кейін мен ойладым, бүгін ертең біз дүйсенбі күні эфирге шықпайтын болғандықтан бұл кісі ертесіне қалдыра салды ма деген сияқты. Салғырт қарады. Иә, салғырт қарады ма деген сияқты ой болды. Содан соң хабарластым, не дерімді білмедім, шыны керек, ұрысқым келген жоқ, үлкен ер азамат, бетінен алып төсіне шапқым келген жоқ, бір-бірімізді толыққанды танымаймыз. Мен бұған хабарластым да бұл кісіге, Айбат мырзаға. Өтініш қатысушылар, мен қазір ойымды жинақтай алмай қалып жатырмын да, өтініш құрмет болатын болса. Содан соң бұл кісіге звондадым да, хабарласып айттым, мен сізге не істеп жатсыз дедім, сөйтсем мен ұйықтайын деп жатырмын деді. Бірақ ұйықтайын деп жатқан адам даусына ұқсамады, өкінішке орай. Білдіңіз, ай Жанерке деймін да, енді өзіңнің бір 30+ жолың болмады ма? Саған бір кішкентайлау жігітке келгенің дұрыс па еді? Енді Сержанға бір келіп көрдің алдыңғы маусымда, онымен де кездесе алмадың. Осы маусымда енді Айбат ағамызға келіп тұрсың. Енді Айбат ағамыз да енді кездеспепті. Просто андай болады да енді. Білмеймін, сенің, может, энергияң әлі жас қыз болғандықтан, саған бұл жерде Расул отыр, мысалы, Расулмен екеуің әдемі келетін едіңдер, характерларың күшті келеді да. Мысалы, сен орнында болсам, Расул кәдімгідей үйленуге дайын жігіт, ол Айбат сияқты жігіт емес да, просто. Бірақ Айбат мырзаға айтатыным, бұл кісі үйленуден қорықпайды емес, бұл кісі үйленуге дайын шығар, бірақ бұл кісі уже жалғыздықтан, андай жалғыздық деген нәрсені қатты комфорт қылып көріп қалған адамда, қасында біреудің жүргенін, біреудің өмір сүргенін қаламайтын сияқтысыз сіз просто. Бүкіл қызды қарындасым дей бересіз. Барлық әлемдегі қыз сіздің қарындасыңыз болса, қайсы сіздің әйеліңіз болады, қайсы сізге бала туып береді. Қыз баласына қыз баласы деп та қарап үйлену керек қой, үміткер келеді, сразу қарындасым деп шығады. Конечно, ол қыздың да желаниесі кетіп қалады. Сіз өзіңізді андай үйленуге дайынсыз, бірақ сіз өзіңізден артық ешкім жақсы көре алмайтын бір еркек сияқтысыз. Басқа қызды жақсы көріп, ол қыз үшін бірдеңе істеп, ондай нәрсе сіздің қолыңыздан келмейтін сияқты. Қатты өзіңізді жақсы көресіз, сондай нәрсе. Қазір эфирге кіріп бара жатырмын, эфирден кейін барлықтарыңызға ответ беретін боламын. Қыздар, шашқа жазылсаңыздар болады деді. Бірақ сол уақытта маған жазуға уақыты болмады. Жанерке, қалайсың, бүгін эфир ғой, келесің ба, келмейсің ба деген нәрсе бұл кісінің тарапынан болған жоқ та. Одан кейін сіз жауап қайтардыңыз ба сізге айтып тастаған кезде, ашулы болған кезде? Мен ол кезде шынымды айтайыншы, көп сөз айтып тастағым келді. Не істеп жердің, сіз еркек адамсыз ғой, 30-дан асып кеткен. Күнде ертең деп жатсыз. Бір нәрсесін айталаспан ақтысын, жарты сағат, 1 сағат күтсеңіз болады ғой, не болды деген сияқты айтқым келді да. Бірақ кідіріп қалдым, шыны керек, ұрысқым келген жоқ тағы да. 5 секунд үндемей тұрдым да, онда кездеспесек, вообще кездеспей ақ қояйық дедім. Любой қызда болады, мен келіп тұрмын ғой бұл кісінің алдына, мен бұл кісіден қадам күттім. Келген күн айтқан бұл кісіге негізі, мен сізге бірінші болып келіп тұрмын, бірақ менен кездесу ұйымдастыру деген сияқты басқа қадамдарды күтпей ақ қойыңызшы, өтініш деген сияқты. Сол кезде де айтқан, сен вообще қуып кеттің, мен сенен кездесу ұйымдастыр деп атқан жоқпын, мен и так та өзім ұйымдастырамын деді. Мен бұл жерде түсінбедім. Айбат мырза, сіз шынымен үйленуге келген жансыз ба? Әлде сіз салондағы клиенттерім азайып қалмасын деп осы жерде клиент жинау мақсатында отырсыз ба? Мен шынымен Айбат мырзаны, шынымды айтайыншы, үйленуге кәдімгідей дайын жігіт деп айтып жатқан пікірлеріне қарап таңдап келген болатынмын. Екінің бірі андай ақ көйлекпен дайындалып келмейді. Мен бұл кісінің андай көңілімнің ақ екенін, кәдімгідей дұрыс ниетте келгендігімді еркеге жауап бере кетсем деген едім. Я негізі мені бір андай қылып тұрып, одан кейін бір жақтап жібергендей болып қалды да. Рахмет пікіріңізге, бірақ негізі я сіздерде кездесу болып жатқан шығар, мүмкін енді әркім әртүрлі ғой, бірақ мен түсінер едім, егер де Расул сияқты жап-жас жігітпен сөйлесіп жүрген болсаңыз, сізде 30-дан асқан баласы бар жігітпен жұп болып отырсыз, не көл боларыңызды, не шөл боларыңызды өзіңізде білмей отырсыз ғой дегім келеді да. Бұл
ол как будто бір атылу мақсатында емес, шынымен де сол сөзді айтатын адам соған лайықты болып айтса деген ғой, мысалы үшін. Мынандай әңгіме ғой бұл жерде. Балауса ханым просто қыз баласының жасы қандай болса да, оның бір ойлау деңгейі егер мына кісінікі мен сенікі тең келіп тұрса, сіздікі, мен айтар едім, екеуіңіз мүмкін бірдеңе шығып кетер деп. Бірақ әлі сіздің просто андай ғой, сіздің психологияңыз, өмірге деген бір мақсатыңыз өспеген да, ондай деңгейде екеуің бір деңгейде ойлана алатын адамдар емессіздер. Сіздің осы жерге әр келгеніңіз сайын тек шашыңыз ғана өзгереді, мінезіңіз өзгермейді. Тек шашыңыз ғана өзгереді да. И сол үшін, сол нәрсе үшін айтамын да, мен бұл жерде бір Расул сияқты деп неге айттым? Адам баласы, мен мысалы өзімді жас қызбын ғой, негізі менің характеріммен келетін болса, мен жас еркекті таңдайтын едім. Бірақ маған осындай бір кішкене ақыл тоқтатқан ер азаматтар келеді да, бірақ қыз ретінде мен просто андай бір жаман или с подвохом айтып тұрған жоқпын. Просто сізге жас жігітпен неге өміріңізді бір түйістіріп көрмеске деген мағынада айттым. Мен сөйлесіп көрмеді емес. Жаман мағынада айтып тұрған жоқпын. Сосын жаңа Айбат ағамыз айтып жатыр ғой, аңшылық туралы, басқа туралы әңгімелер кетіп жатыр да. Бұл жерде аңшының мағынасы емес, аңшы туралы әңгіме айтатын рет емес. Бұл жерде сіздің просто айтасыз, мен үйленгім келеді, мен үй болғым келеді дейсіз, бірақ бірінші үміткерді ол андай қылып қайтарып жібердіңіз. Мен сізді бұл жерде енді жамандағандай болып тұрмын ғой, бірақ мен бұл жерде бұл кісіге айтып тұрғаным, сіз үлкен ер азаматсыз, сіз оған көңіл бөлмесеңіз үйлене алмайсыз. Ақеркеге жауап бере кетсем деген едім, мен мына жерге кел деген уақытта келуге дайын болып келіңіздер деген келіп тұр. Және де таныс болса да тоқтап жатыр ғой, лайықты деп көріп тұрған осы жердегі басқа ер азаматпен танысып көргім келеді. Танысып көргіңіз келеді. Иә. Жақсы. Кімге бір көзіңіз түскен жан болды ма осыған дейін? Айбат, онда ыңғайсыз болып қаларсыз, жайғастырып алайық. Отыра берейінші. Жақсы, жайғасыңыз. Енді бұл таныстық алаңы ғой, Жанерке. Бір ойыңызға көзіңізге түскен жан болса, айтсаңыз болады, әрине. Ол кісі өте позитивный жан. Және де жақын арада үйленіп кетуге дайын деп ойлаймын. Ол кісінің есімі Барыс мырза. Барыс мырза, сізге таңдау түсіп жатыр. Микрофонды алыңыз. Енді танысып көрсек деп жатыр сізге. Негізі қарсы емеспін. Көрсе болады. Мәссаған, тіпті бірден жауап алдыңыз, Жанерге. Барыс енді келіп, бір ауыз қол алыссаңыз да болады. Бір ауыз амандассаңыздар болады. Аяқ астынан пайда болған таныстық болды енді бұл. Сәлеметсіз ба? Я, Барыс енді кездесуге шақырып, Негізі сырласқанымыз дұрыс шығар. міндетті түрде, иә? Сырласуға барайық дейді ғой Жанерке. Сырласуға барғыларыңыз келіп тұр ма? Сырласқанымыз дұрыс сияқты, бірімізді мүлде танымаймыз негізі. Жай ғана сырт көзге көріп танысқыңыз келгені ғой. Жақсы, сіздерді сырласуға шығарып салайық. Мына жерге кел деген уақытта келуге